Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл қылышсыз майдан бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Қанат Маратұлы. Бүгін біз қоғам тыныштығына тікелей әсер ететін, кейде байқалмайтын, кейде ашық көрінетін бір күрделі тақырыпты талқылаймыз. Ол дінде жамағатқа бөліну. Әрі оның қоғамға, отбасыға, жеке адамға тигізетін зардабы, бір діннің ұстанған халықтың ішінде әр түрлі ағымның, топтың, жамағаттың пайда болуы. Бұл жаңа құбылыс емес. Бірақ осы бөлінушіліктің шарықтау шегі кейде бауырлардың арасына жік түсіріп, тіпті ата, ана мен баланың арасына алшақтатуына себеп болып жатыр. Бұл бүгінгі заманның ащы шындығы. Дін бірлікке шақыруы тиіс. Алайда діни білімді дұрыс түсінбеу, бір адамның соңынан шектен тыс еру, діни мәтіндегі әр түрлі мәселені өз қалауынша түсінуі, уағызшылардың пәтуасын өзіне пір етуі, айдың күннің аманда өз ана тілінен жиренуі. Бұның барлығы қазіргі қоғамның ішіне дендеп кіріп бара жатыр. Осы мәселені жетік түсіндіру мақсатында біз Жетісу облыстық орталық иман мешітінің наиб имамы, ислам танушы Ернар Өмірбек мырзаны шақырып отырмыз. Хабарымызға қош келдіңіз, құрмет. Қош көрдік. Ернар мырза, енді бүгінгі тақырыпты жаңа өзіңіз естіп отырсыз. Бұл енді қоғамдағы өте бір түйткілді мәселеге айналып бара жатыр. Солай ғой. Енді басқаны былай қояйық. Алланың үйі деген мешіттің ішінде жамағатқа бөліну. Дінге адамдар не үшін келеді? Дінге адамдар қиналған кезде сол бір тығырықтан шығу үшін, тура жолды табу үшін келеді. Солай ғой, ислам адамға тура жолды көрсетуші дейміз. Ал енді сондай оймен келген адамды мешіттің ішіне кірген кезде бірнеше түрлі жамағат отырса, әрқайсысы, қазақша айтқан кезде үй ішінен үй тігіп, әрқайсысы өзі бір жеке жамағат болып, менікі дұрыс деген сенімде жүрген қаншама топтар бар. Енді осы жерде жамағат дегенді қалай түсінсек болады? Жалпы енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар емес пе? Сендер жамағаттан бөлінбеңдер дейді. Әлде сол бауырларымыз жамағаттан бөлінбеңдер дегенді дұрыс түсінбей жүр ме? Жоқ әлде жеке топ құратын болсақ, біз өзіміз бір жеке жамағат боламыз деп түсіне ме? Жақсы, бисмилля, альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Ассаламағалейкум, құрметті көпшілік қауым, қазақ елі. Қазіргі қоғамдағы өте өзекті әрі күрделі, маңызды тақырыптардың бірі. Әуелі Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде мынандай бір керемет бізге насихатты айтады. Астағфирулла вa'тасиму бихаблиллахи жами'a. Яғни сендер жаппай Алланың жібіне жармасыңдар дейді. Енді осы аяттың тәпсірінде Ибн Касир былай деп айтады. Бұл жерде Алла жіптеп тұрғаны дін мен Құран деп айтады. Және пайғамбарымыздың салып кеткен сара жолы сүннет жолын айтады. Соған жаппай жабысыңдар, вәлә тафаррақу, бірақ өзара жік-жікке бөлінбеңдер деп Алла Тағаланың өзі Құранда кесімді түрде бізге ескертеді. Жаңа сөзіңіздің басында айтқандай, әрине қай қоғамда болмасын, қай ғасыр, қай заманда болмасын, әртүрлі жамағаттар шығып отырды. Және бұл үрдіс қияметке дейін жалғасын тауып отырады. Себебі пайғамбарымыздан жеткен хадисте менің үмбетім 73 топқа бөлінеді деген хабар жетеді. Бірақ жалпы енді дініміздің мақсаты, мұсылмандардың мүддесі ол жік-жікке, жамағат-жамағатқа бөлініп, мұсылманшылықтың, діннің қадір қасиетін жоғалту емес. Керісінше Алла Тағала бізге насихат айтқандай, бірігу Алланың дініне, Алланың Құранына ортақ жабысу. Соған әрекет жасауымыз керек. Ал енді адамдар неге жамағатқа бөлінеді? Не үшін жік-жікке бөлініп, өзара таласып, тартысып, тіпті кейбір замандарда бір-бірінің сәлемін алмайтындай жағдайға жеткен кездер болған. Бұның көптеген себептері бар. Бірінші діни, одан кейін тарихи, мәдени, психологиялық тұрғыдан жауап беретін болсақ, діни тұрғыдан әрине ол білімнің таяздығынан. Себебі
көпшілік радикалды ағымдар, топтар Құранмен жүру былай тұрсын, тіпті Құранның өзін оқитындай білімдер жоқ. Ал енді Құранды оқи алмаған адам, ол жерде Алла Тағала бізге қандай әмірлер бұйырды, не нәрседен тиді, не нәрсеге шақырды, ол нәрседен хабар болмағаннан кейін онлайн ютубтан болсын, не болмаса басқа да әлеуметтік желілерден тыңдаған уағыздың жетегінде топтарға бөлініп кетіп жатты. Бұның ең басты себебі сол адамның білімнің таяздығынан. Осы жерде енді кешіріңіз, біз енді білімнің таяздығынан дейміз ғой. Білімнің таяздығынан дегенді бір жетік түсіндіріп кетсеңіз, білімнің таяздығы жалпы адамның оқымағандығы, бір надандығы ма, жоқ әлде бір жеке алып бөліп алатын болса, діни білімнің таяздығы болды? Өте орынды сұрақ. Жалпы енді бұл жерде діни білімнің таяздығы. Себебі адамдардың көбісінде намаз оқитындай білімі болғанымен, оның ішіндегі ең исламның тіректері болған ақида, фих мәселелерінен білімнің жоқтығы. Ал енді біздің еліміздегі, қоғамымыздағы көп діни ағымдар, енді уахабизм, сәләфизм деп айтатын болсақ, бұлардың енді бұлағының басы шетелге барады. Ал енді біздің еліміз, Қазақстан мемлекеті, дәстүрлі түрде Ханафи мазхабы мен Матуриди ақидасын ұстанады. Және осы екі мектептің бізде еңбектері көп. Кез келген фихи мәселеден болсын, ақида тұрғысынан болсын, біз кітаптарын оқып дәріс ала аламыз. Және еліміздегі барлық мешіттерде имамдар, ұстаздар осы екі мектеп бойынша дәрістерін, сабақтарын, уағыздарын, жұма уағыздарын осы екі мектептің негізіне сүйеніп айтылады. Ал енді өзін сәләфимін деген, уахабимін деген, немесе тағы да басқа ағымдардың біздің елімізде қазақша, орысша кітап былай тұрсын, тіпті арабша еңбектері жоқ. Фих кітабы болсын, мейлі ол ақида кітабы болсын, мүлдем еңбектері жоқ. Олардың енді бір сылтауы біз Малихи мазхабын ұстанамыз деп айтады, кейде Хамбали мазхабын ұстанамыз деп айтады. Бірақ біздің елімізде Малики, Хамбали, Шафиғи мазхабының бірде-бір еңбектерін табу ол мүмкін емес. Сол тек қана әлеуметтік желіден есту арқылы ғана. Тек қана әлеуметтік, онлайн, тіпті ол өзіне дәріс беріп отырған, сабақ үйретіп отырған ұстазының нақты кім екенін де білмейді. Экранның ар жағындағы бейнеден ғана тыңдап, сол арқылы амал етіп жүргендіктен біз ол адамды ешқандай білімі бар адам деп айта алмаймыз. Ал енді шариғи тұрғыдан білім алудың жолы қандай деген кезде бізге оны Жәбірейіл алейхиссаламның атақты хадисі бізге баяндап кеткен. Жаңағы риуаятта Хазірет Омардан жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларымен бір жиында отырған кезде сырттан бір бейтаныс бір кісі кіріп келді дейді. Хазірет Омар айтады. Түріне қарасақ, бұрын соңды біз көрген адамға ұқсамайды дейді. Шашы сондай қап-қара, үстіне әппақ киінген тап-таза бір жас жігіт келіп, бәріміздің арамыздан өтіп, пайғамбарымыздың алдына барып, тізесіне тигізіп, өзінің екі қолын екі санның үстіне қойып, пайғамбарымыздан сұрақтар сұрай бастайды. Маған ислам деген не, соны түсіндірші. Маған иман деген не, содан хабар берші. Ихсан деген не, қиямет қашан болады деген сияқты сұрақтарды сұрай бастайды. Енді жалпы бұл өте ұзын хадис, ал енді бізге бұл хадистің ең маңызды тағылмалатын жері қандай деген кезде осы хадисті шарықтаған ғалымдарымыз айтады. Біріншіден, білім ол ұстаздың алдында көзбе көз отырып алынады дейді. Әсіресе мынау ақида ең маңызды, фих сабақтарын ол міндетті түрде ұстаздың алдында тізеңді тізесіне тигізіп отырып, партаның үстінде отырып, әдеп сақтап, ана жерде суреттеген кезде сондай керемет суреттейді, сондай үсті тап-таза, әппақ киінген, шашы қап-қара, үстінен ешқандай бір сапардың ізі көрінбейді дейді. Негізі сапардан келген адам үстінде бір иіс болады, шаршау болады, ал ода ондай жоқ дейді. Сондай бір хош иісті болып келді дейді. Білім алудың бірінші әдебі осы дейді. Ұстаздың алдына сондай таза киіміңмен әдеп сақтап, қойған сұрақтың жауабын толық алғанға дейін үнсіз отыру және тік отыру дейді. Жаңағы Жәбірейіл алейхиссалам өзі тік отырып, екі тізесінің үстіне екі қолын қойып, мектепте отырғандай, партаның алдында отырғандай отырып, сұрақтарын қойып білім алды дейді. Білім алудың ең бірінші әдебі осы дейді. Ұстаздың алдында көзбе көз отырып білім алынады дейді. Себебі түсінбей қалған нәрселерді ол жерде сұрауға мүмкіншілік көп. Ұстаз түсіндіреді, енді әркімнің қабілеті әртүрлі. Біреу бір айтқаннан түсінеді, біреу оған айтқаныңа тағы да мысал келтірген кезде бірақ түсінеді.
Ал енді ұстаздың алдында отырған кезде осындай көптеген түсінбеген жерлеріңді, сұрақтарыңды қоюға мүмкіншілік көп. Ал енді адам онлайн болсын, мейлі ол тікелей эфирден білім алса да, ол жерде сұрақ қоюға көп мүмкіншіліктер туындай бермейді. Көбінесе бізде запись болаттаны ютубқа немесе қазіргі таңда Инстаграм, тикток желілеріне жүктеледі. Ал енді оны тыңдаған адам сол қалпында қабылдайды. Ол білім оның үстіне кімге қалай жауап берілді, қандай сұрағына жауап берілді, оның барлығы дұрыс айтасыз. Енді жаңа сіз сөзіңіздің басында айтып қалдыңыз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисі бар, бір заман келеді, үмметім 70 тарамға бөлінеді деп айтылған, иә? Енді осы нәрсені қазіргі кезде көп естиміз. Уағызшылардан да бұны бүйтіп айтқан кезде бөлініңдер деп айтып тұрған сияқты естіледі. Осындай 70 тарамға бөлінеді деген бөліну керек сияқты. Адамдар да сондай түсінік, уже міне біріншісі кетті, екіншісі кетті, жақындап қалды деген сияқты. Енді бұл осы нәрсені бір толық түсіндіріп өтсе, бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не үшін айтты? Бұл енді бір бүліктің бастауы болған заманда болатын дүние шығар бұл. Солай ма? Енді өте орынды сұрақ болды. Бұл жерде бөлінуге шақыру емес мақсат хадис, содан сақтандыру. Яғни осындай тармақтарға бөлініп кеткенде сендерде әр тармақтың артынан кетіп қалмаңдар. Ол жерде адамның ең ұстанатыны менің сүннет жолым. Яғни қазіргі таңда Ханафи мазхабы деген ол өз алдына бір бөлініп шыққан мазхаб емес. Мысалы Абу Ханифа мен Ханафи мазхабын құрам деп құрмаған. Ол кісі Алла Тағаланың Құраны аяттары мен пайғамбарымыздың хадистерінен жаңағындай тұжырымдар, пәтуалар жинады. Одан кейін ол бір мектеп болып қалыптасты. Ал енді кімде-кім сол мазхабты ұстанса, ол тікелей Құранға және пайғамбарымыздың хадисіне амал еткен ахли сүннаның бір жамағаты болады. Енді бұл жерде ең негізгі жол сол ахли сүннаның жолы болған, бүткіл әлем мойындаған мазхабтарды ұстансақ қана біз сол адасушылықтан құтыламыз. Ал енді бұл хадисті де ашықтай түсетін басқа да бір хадистер бар. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бөлінген адамды шайтанның азғыруы өте оңай болады дейді. Қазақта да айтады ғой, бөлінгенді бөр жейді деген. Сол хадистің таза қазақша ашықтамасы сол. Ал енді жаңа сіз айтып отырған осы мазхаб бір жол, бір бағыт, мысалы арнайы діни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар, мүфти бар. Оның қасында қаншама фәтуа беретіндей деңгейдегі ғұлама ғалымдар бар. Енді осы жолды неге ұстағысы келмейді деген сұрақ туады. Неге оларды? Енді бір жер дұрыс емес па? Не үшін ұстанғысы келмейді? Мысалы осы қашып жүргендер, мысалы жаңа сіз айтқан Малики мазхабын, Хамбали мазхабын ұстанамыз деп жүргендер. Енді ашық кітабы бар, ашық жолы бар, мақсаты бар. Неге оны ұстана салмайды? Өте дұрыс. Бұның бірнеше себептерін атап өтейік. Біріншіден, адам қазіргі мынау ақпараттың өте жылдам дамыған заманда әр түрлі ақпараттың жетегінде кету бұның бірден бір себептерінің бірі. Ал енді бұған дейінгі бөлінушілік, өздеріңіз білесіздер, біз еліміз енді егемендігін алып, етек жегімізді енді жинап жатқан кезде бізде діни кадр өте аз болды. Білім беретін ұстаздар өте санаулы болды. Ауылды жерлер былай тұрсын, ауданды жерлерде оққан сауатты имамдар өте аз болды. Бұның бірінші салдары сол кезден басталды. Сол уақыттарда, сол 2000 жылдары шетел асып, қаншама өзіміздің қарагөз қазақтар білім алуға кетті. Енді о жақта білім алғаннан кейін тек қана білімін ғана алып келген жоқ. О жақтың мәдениетін, идеологиясын бәрін қоса алып келді дағаны елімізде көптеген түсініспеушіліктер пайда бола бастады. Біздің сан ғасырлардан бері ұстанып келе жатқан қаншама дәстүрлерімізді, салттарымызды, ғұрыптарымызды теріске шығара бастады. Ең бір жаңағы халықтың арасында атақты болып кеткендер жаңағы келінге сәлем салуды бидғатқа шығарды. Ол бір құлшылық еткендей боласың деді. Рукух жасағанда бір бейнеде болады деген сияқты сылтауларды желе қылып, осындай бір көзқарастарды халықтың ішіне енгізе бастады. Енді бұл жерде де ең бірінші себеп сол діни иммунитеттің болмағандығынан. Енді біз өз басымыз кішкентайымызда мешітке барып сауатымызды аша бастадық. Сол 5-6 сынып оқып жүрген кездерімізде
аталарымыз мешітке алып барып білімді ұстазының қолына табыстап, мына баланың еті сенікі, сүйегі менікі, осыған дұрыс бағыт бағдар беріп діни сауатын көтер деді. Ал енді кішкентайынан адамның діни иммунитет қалыптасқаннан кейін ол өсе келе әртүрлі идеологияның жетегінде кетпейді. Себебі ол кішкентайынан өзінің ханафи мазхабын, матруди ақидасын, ұстаздарының жаңағы ғибратты әңгімелерін, насихаттарын тыңдап өсіп өскен жас, ол ертең үлкен қоғамға шықса да, мегаполистерге барса да, университетке түсіп жатақханада жатса да, жат ағымның жетегінде кету өте қиын болады. Ал енді жастайынан ондай діни білімі болмаған, ата-анасы тарапынан жаңағындай өзінің мешітке барып сауатын ашпағандығынан кейін әртүрлі әлеуметтік желілерді тыңдап, әртүрлі діни кітаптарды оқығаннан кейін осылардікі дұрыс екен деген көзқарас пайда болады. Ал енді жат ағымның бірінші тактикаларының бірі қоғамда көп айтыла бермейтін кейбір тақырыптарды көтеру арқылы адамдарды өзіне тарта бастайды. Бұл жерден тек қана ақпаратпен емес, тіпті әлеуметтік жағдайына көмектесу арқылы, жұмысқа тартып, жұмыс беру арқылы, жаңағы спонсорлық болу арқылы әртүрлі адамның әлеуметтік, психологиялық жан-жақтан келіп, өздерінің қатарларына қосады. Ал енді қатарларына қосылғаннан кейін, адам жамағат болып бөлінгеннен кейін, бұл радикализмнің бірінші баспалдағы сол. Өзінің елінің ұстанып жүрген мазхабынан ерекшеленіп, басқа бір бағытқа немесе жамағатқа өтуі, бұл радикализмнің ең бірінші баспалдағы осы. Әрине, кез келген адасқан ағым, радикалды топтар, ол бірінші ол мазхабты, ол елді даттап жамағаттамайды. Бірінші, олар өздерінің жолдарының дұрыс екендігін саналарына сіңдіре бастайды. Адамның санасына сол нәрсе әбден отырғаннан кейін басқа мазхабтарды даттай бастайды. Одан кейін қоғамға кірісе бастайды. Міне қараш, біздің қоғам қандай күнәһар қоғам, қандай адасқан қоғам деп адамды қоғамнан оқшаулай бастайды. Адам қоғамнан оқшауланғаннан кейін радикалдана бастайды. Сөйтеді дағыны адамда тек қана біздікі ғана дұрыс, қалғандарынікі бәрі бұрыс деген көзқарас пайда болады. Одан кейін ол адам радикал болады. Радикал болғаннан кейін оған қанша мықты маманмен кездестірсе де, қандай ғалым ғұламаның алдына отырғызса да, ол адам оның ешбір дәлелін, ешбір сөзін қабылдамайтындай жағдайға жетеді. Ал енді бұның алдын алу үшін ең бірінші кезекте адам сол кішкентайынан діни сауатын арттыруға ықпал жасау керек. Ол әрине бірінші оның ата-анасы тарапынан болу керек. Ата-анасы баласын сенімді ұстаздың алдына апарып, мешіт, медреселерде, жазғы лагерлерде діни сауатын ашып, иммунитетін қалыптастыра бастаса, ол ертең өсе келе үлкен ортаға, қоғамға шыққан кезде жат ағым жетегінде кетпейді деп сенімді түрде айтуға болады. Екіншіден, мектеп табалдырығында да діни иммунитетті қалыптастыру керек сияқты. Себебі жат ағым өкілдерінің де отбасы бар, бала шағасы бар, немере шөбересі бар, олар да өсіп жатыр, көбейіп жатыр. Бірақ олар еш уақытта мешіттің имамдарының уағызын тыңда, сабағына қатыс деп айтпайды. Жұма уағызына да апармайды. Барса да олар сыртта, далада құлақтарына наушник салып алып, тыңдамаудың әрекетін жасайды. Ал енді олардың да балалары ертең өседі. Өскен кезде ол да бір радикалды топтың мүшесі болады. Сол үшін мектепке оның баласы барған кезде сол жерде енді жеңіл желпі осы бір діни мәтіндерді, әсіресе сонау сан ғасырдан бері біздің ата-бабамыз ұстанып келе жатқан ханафи мазхабы мен матруди ақидасының кейбір мәселелерін балаларға, жастарға сіңіретін болса, ол жерде тыңдалады. Адасып кетудің алдын алады бұл. Расымен де қазір ойлап отырсам, ол жаңағы діни жат ағымда жүргендердің де үйлерінде балалары бар. Және оның үйіндегі әкесі жаңағы жат радикалды дүниені миына құйып алғандар, ол міндетті түрде өзімен ғана қалмайды ғой. Ол балаларына уағыздайды. Ал балаларына айтылғаннан кейін ол мектепке келіп айтады, өзінің достарына айтады.
Ал бізде расымен де дұрыс айтасыз, мектепте енді ол дінді бір діни сабақты алып тастайтын болса мүлдем, ондай болса ертең үлкен кесірі болатын сияқты. Өйткені жаңағы үйінен білім алып келген балалар мына жақта әлгі қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деп бекер айтпайды ғой. Өйткені ол жерде әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, ол білгенін істей алады, былайша айтқанда достарының санасына көп дүниені сіңіре алады деген сөз. Ал енді мысалға сіз мешітте имамсыз, қызмет етіп жатырсыздар. Сіздердің мешітте де мысалға жоқ деп айта алмайтын шығармыз. Солай ғой, бір діни ағымда жүрген, өзінше жеке бір жамағатта жүрген адамдар жоқ деп айта алмаймыз. Ал енді бұлардың көбейіп бара жатуына мысалға басқаны айтпайық, сіздерді айтайық. Мысалы бар жоқ деп мен айтпаймын. Бәрі ақта, ол барлық мешітте бар ғой. Сіздер жақтан көп ықпал бола алмай жатқан жоқ па сонда? Неге оларды мысалға осы Ханафи мазхабына қарай бұруға, олардың кішкене жат ағымның жетегінде жүрген түсіндіруге шамаларыңыз жетпей жатыр ма сонда деген сұрақ туады. Өте орынды сұрақ. Жалпы енді бұл жан-жақты жұмыс жасайтын бағыт болып тұр ғой қазіргі мынау жат ағым өкілдері. Жамағатқа бөліну тек қана мешіт тарапынан ғана емес, біздің үніміз ол мешіттің ішінде ғана. Әрине мешіттің ішінде насихаттар айтылады. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазіргі таңда 4 бағытпен жұмыс жасайтын болса, соның ең үлкен бағыттарының бірі осы діни оңалту бағыты. Ол бағытта әрине біздің негізгі мақсат ол ауруды өлтіру емес, емдеу. Сондықтан да жат ағым жетегінде жүрген неше түрлі ағымдағы сәләфизм болсын, ваххабизм болсын, мейлі ол таблиғи жамағат болсын, олардың адасқан тұстарын тікелей баяндау емес, жанама түрде жеткізу. Себебі енді адамға өзінің қателігін, адасқан жерін тікелей айтатын болса, ол ешқандай адам сенікі дұрыс екен деп қабыл етпейді. Ал енді қазіргі біздің бағытымыз басқа жағынан алып келу. Ата-ананы құрметтеу, қоршаған орта алдында біздің міндеттеріміз, бала тәрбиесі деген сияқты осындай негізгі нәзік тақырыптарды айта келе, оларды өзімізге қарай бейімдеу жұмысы. Біздің жұмысымыз сол бейімдеу. Қоршаған ортаға қарай жақындату, өзіміздің жаңағы Ханафи мазхабының жамағатына қарай тарту. Ол жолда әрине біз футбол жарыстарын, шай дастархандарын, әртүрлі мешіттегі дәрістер, ол жерде әрине ақида айтылады, фих айтылады, пайғамбарымыздың өмірбаяны айтылады, хадистер, әртүрлі бағытта жұмыстар жасалынып жатыр. Бірақ олардың ең бір кедергі жері ол дәрістерді тыңдауға аса бір құлқы жоқ. Әрине біз ешкімді қинап, мәжбүрлеп, отырғызып, оның жаңағы дәріс оқи алмаймыз. Біздікі тек қана жеткізу, насихат қылу. Бұл жолда енді ұстанатын бір-екі нәзік мәселе бар. Біріншісі, Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде баяндағандай, ол бірінші даналықпен жеткізу. Ол жерде үлкен бір сабырлық керек, шыдамдылық керек, байсалдылық керек. Ал байсалдылық болмаған жерде ешқандай жұмыстың нәтижесі болмайды. Одан кейін тұрақтылық керек. Бір-екі рет насихат айтып, бір-екі рет уағыз айтқаннан кейін болды, нәтиже жоқ екен деп шеттеліп қалмау керек. Үнемі жүрген жерде айта жүру керек, және жаңадан келген жамағатты содан сақтандыра жүру керек. Ал енді қазіргі таңда жат ағым өкілдері көбейіп жатыр деп айта алмаймыз. Қазіргі таңда тұрақтап тұр, қосылып жатқан ешкім жоқ. Керісінше азайып жатқан болмаса, қазір Аллаға шүкір, қай жақтан қарасақ та тұрақтылық бар. Ана Абай атамыз айтады ғой, бас-басына би болған өңшең қиқым, мінекей алған жоқ па елдің сиқын дейді. Жалпы бұл елдің сиқына жалпы ел ішіне қаншалықты әсер етеді? Енді жамағат болып бөлінгеннен кейін, енді ойлаймын, отан отбасынан басталатын болса, отбасының өзінде 3 балаң, 5 балаң бар дейікші. Соның ішінде біреусі бір қисық болатын болса, соның өзі бір отбасына проблема қылуына жетіп жатыр. Солай емес пе? Бірақ ана баланың өзі бір отбасының шырқын бұзып, шаңырағын шайқалтып жіберге солақ жетіп жатыр. Ал енді мешітте ойлаймын, енді ол қаншама жан-жақтан келіп жатқан жамағат, ол жерде жаңадан үйренуге келетіндері бар. Бұның әсері қаншалықты болып жатыр? Жақсы. Бұның әсері өте қиын.
себебі енді мұсылман деген жалпы көпке үлгі болатын, аузынан әрбір шыққан сөзін ойланып, саралап сөйлейтін адам болу керек. Ал енді бұлардың жалпы қоғамға, халықтың арасында дінімізді жаманатты қылуына, ақшапан, ақсәлде киіп жүрген имам ұстаздардың абыройының түсуіне бірден бір септігін тигізді. Себебі қайбір жылдары бір жамағат көбейіп, мына қазіргі біздің үстіміздегі киімдердің баршасын теріске шығарып, бұл деген кәпірдің үлгісі, мұсылман деген ұзын көйлек киіп жүру керек, басында сәлдесін киіп жүру керек деген ұранмен халықтың арасында көптеген бір теріс көзқарас қалыптастырды. Оның белгілі бір мөлшерде дінімізге және біздің ұстанып жүрген мазхабымызға көптеген кері әсерлерін берді. Бұрынғы уақыттарда білесіздер, қаншама мемлекеттік мекемелердің өзінде, автовокзалдарда намазханалар болатын. Оның өзі дінге деген, намазханға деген үлкен бір құрмет болды. Ал енді сәләфизм, уахабизм, таблиғи жамағат, тағы да басқа жамағаттар шыққаннан кейін халықтың арасында көптеген алауыздықтар, түсініспеушіліктер, жаңа Абай атамыз айтқандай, әрқайсы бас-басына би болып, елдің ішіндегі үйіп тұрған айрандай жамағаттың, ауызбіршіліктің тасталқан шығарды. Оның енді зияны өте үлкен болды. Тіпті біз енді 7-ші сынып бітірген кезде медресе қабырғасына барған болсақ, қазіргі таңда оның өзін 9-ші сыныпқа дейін шегеріп тастады. Мешіттегі білім алушы шәкірттерінде жасына шектеу қойыла бастады. Осындай көптеген өзінің бір кері әсерлерін белгілі бір мөлшерде білдірді. Әрине, ол жамағатқа бөліну, тіпті бір-бірімен амандаспай теріс айналу, бір-бірінің артынан жамандау, ол жақсы қасиет емес. Біздің еш уақытта дініміз, шариғатымыз, пайғамбарымыз ондай нәрсеге мұсылмандар шақырмады. Тіпті ең алғаш Меккеден Мәдинаға көшіп барған кезінде ең екі үлкен екі елдің азаматтарын бір-біріне бауыр қылды. Меккеден келген мұхажирлер мен мәдиналық ансарларды бір-біріне дос қылды. Бұның өзінің астарынан біз түсінетініміз біріктіру. Пайғамбарымыздың негізгі мақсаты меккеліктер мен мәдиналықтарды біріктіру болды. Меккелік бір сахаба мен мәдиналық бір сахабаны дос қылды. Бір-бірлеріңе қарайласыңдар, бір-бірлеріңе жәрдем беріңдер, демеңдер, қолдаңдар деген осындай ұранмен меккелік пен мәдиналықтарды дос қылды. Ал енді жаңағы әу баста айтқан аяттың түсу себебі, «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррақу». Бұл аяттың түсу себебі жалпы Мәдинада Аус пен Хажраз деген ең үлкен екі ру болды. Осы екі ру ислам келгеннен кейін бір-бірімен тату-тәтті өмір сүріп жатты. Содан күндердің бір күнінде енді көре алмайтын іші тар бір яһуди келіп, жаңағы екі ру топталып жиналып тұрған кезінде солардың бір-бірімен сондай мамыражай, емін-еркін, ойнап, күліп тұрғандарын көре алмай, баяғы заманда өтіп кеткен екі елдің ортасындағы болған бір соғыс естеріне түсіреді. Сөйтеді тағына ана жерде үйіп тұрған екі ру бір-бірімен жаңағындай төбелеске барып, бір-біріне қылыш көтеруге дейін барады. Осы хабарды пайғамбарымызға жеткізеді. Сол кезде Алла тағаладан осы аят түскен болатын. «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррақу». Бәрің жаппай жамағат болып, Алланың бір дініне, бір жолын ғана ұстаныңдар. Және жік-жікке үйтіп бөлінбеңдер. Ру болып, ел болып, ауыл болып, жамағат болып бөлінуді Алла тағала тікелей тыйды. Ал енді Алла тағаланың әрбір тыйымының астарында ол үлкен бір жауапкершілік бар. Кімде-кім осы Алла тағаланың тікелей бұйрығына мойынсұнбай өз білгенімен әр жамағаттың жетегінде кететін болса, әрине оның жауабын ертең ақыретте Алланың алдында өзі берер. Бірақ бұл қоғамдағы тигізіп жатқан зиянының шаш етектен екендігін де ұмытпау керек. Енді оның үстіне пайғамбардың мынандай бір хадисі бар ғой. Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде айтып ма? Сендер бөлінбеңдер, бөлінсеңдер әлсірейсіңдер деген. Иә. Расымен де қазір жамағат бөлініп алды, әлсірегендігіміз соншалықты. Әлсірегеннен кейін адамның иммунитеті әлсірегейтіні белгілі.
одан кейін түрлі аурулардың пайда болатыны белгілі, солай емес пе? Қазір түрлі шығып жатыр, мысалы тәңіршілер шығып жатыр, дінді жамандайтындар шығып жатыр, бүгін орамалын тағып ертең лақтырып жіберетіндер шығып жатыр. Бұның барлығы жаңағы мешіттегі былай айтқан кезде сол жамағаттың жеке жаңағы бір әр өзіне бір әлгі былайша айтқан кезде шейхтарды сайлап алуы, әмір қылып біреуді басшы қылып алуы, я болмаса әлеуметтік желіден білім алуы, осының кесірі осылай болды. Ертең бұның қоғамға тигізетін зияны былайша айтқан кезде шаш етектің деп айтсақ болады ғой. Бұны енді біз мешітті, мысалға мешіт жамағатын намазхандарды қоғамнан бөліп қарай алмаймыз ғой. Барлығымыз кемедегінің жаны бір дейді. Осы елде өмір сүріп жатқаннан кейін жанымыз бір кемедегі адамдармыз. Осы былайша айтқанда осы елім, осы жеріміз, осы Құдай сақтасын қандай бір соғыс болатын болса осы жерді қорғау біздің міндетіміз. Қандай қиыншылық болатын болса осы жерге жәрдем беру міндетіміз. Ол жерде сен жамағатсың, я болмаса сен намазхансың, сен намазхан емессің деп әлбетте қаралмайтыны белгілі. Енді осы жерде бір нәрсе қоса кетейін. Адамда ұлттық құндылық болмағаннан кейін жамағаттарында мүддесі бір жерден табылмайды. Адам өзінің енді туып өскен елін, жерін, отанын, тілін, мәдениетін сүймей тұрған адам, ол еш уақытта бір жамағат деген идеологияға қосылмайды. Біз білеміз, Мұқағали Мақатаев атамыздың бір керемет отан жайында бір несі есіме түсіп отыр. Айтады ол кісі: мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды су, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті үнін сүйем, мен оның құдіретті тілін сүйем дейді. Мінекей осы бір өлең шумақтары біздің ата-бабаларымыздың өзінің жеріне, еліне, тәуелсіздікке деген махаббаттарының қандай керемет болғандығын баяндайды. Ал енді қазіргі мынау өсіп келе жатқан жас ерен, өскелең ұрпақ, әсіресе мынау жатағымның жетегінде кеткен азаматтардың балаларының дәл сол ата-бабаларымыз сияқты өзінің еліне, жеріне, тіліне деген махаббаттың бар екендігіне күмән тудырады. Адам өзінің елін, жерін, туып өскен қаласын, ата-бабаларын, осы еліміздің аяққа тік тұрып кетуіне қаншама еңбегі сіңген азаматтардың еңбегін бағаласа, ол адамда бір бөлінушілік деген болмайды. Керісінше бір мүддеге, бір қоғамға, бір елдің өркендеп өсуіне жұмыс жасайды деп өз басым ойлаймын. Сол себептен де ол жаңағы тәрбие тал бесіктен, өзінің отбасынан басталады ғой. Сондықтан да әрбір ата-ана өзінің баласына өзінің отанын сүю, құрметтеу, қадірлеу және ата-бабаларымыздың, би шешендеріміздің өлең жолдарын айтып кеткен даналық шешендік сөздерін санасына сіңдіріп, жаттатып өсіретін болса кішкентайында, оның өзінде де қаншама біздің діни құндылықтарымыз жатыр. Әлбетте, енді былай қарасаң, отанын сүймеген адам ол дінін қарық қылады деп ешкім айта алмайды. Діннің де мақсаты отанын сүюге тәрбиелеу. Пайғамбарымыз айтқан хадисі де бар емес пе? Хуббул отан минал иман дейді. Отанды сүю иманнан дейді былай айтқан. Өзінің отанын, тілін, былай айтқан жерін сүю, оны құрметтеу, ол енді иманның бір бөлшегі деп айтып тұр. Әрине, кезінде сол Меккені тастап Мәдинаға көшкен кезінде әрбір кеште пайғамбарымыз сол Меккеге қарап тіпті көзіне жас алатын болған дейді. Ей Мекке, егерде Алланың әмірі болмағанда мен сені тастап кетпес едім дейді. Қарап отырсаңыз, Мекке сырт көзге бір қызығатындай ештеңесі жоқ. Тау тасты, сондай шөлейтті, күні ыстық, сондай жер. Бірақ әркімнің өзінің кіндік қаны тамған жер өзіне ыстық дегендей, пайғамбарымыз сол өзінің туып өскен қаласын, Меккесін сағынып, қаншама түндерін сондай бір ұйқысыздықпен өткізгендігі бізге тарихи кітаптардан баяндалады. Сол себептен де әрбір елім деген, жерім деген, қазағым деген адам ол бірінші жаңағы ата-бабаларымыздың өлеңдерін, насихаттарын, би шешендеріміздің жырларын, даналық сөздерін оқып, жаттап, мақал мәтелдер бар қаншама санасына сіңдіретін болса, оның өзі үлкен бір иммунитет болып қалыптасады. Оның да астында қаншама дін, қаншама аят, хадистерден теріліп айтылған маржан сөздер ғой. Дұрыс айтасың. Негізі мына отанды сүю
иманнан деп айтты ғой. Жалпы отанды сүю деген енді саналы бір адамға, көз ашық көкірек ояу адамға Аллах тағала қаншама мысал көрсетіп қойған сияқты. Мен жақында ғана мына әлеуметтік желіден ютубта бірінен көзім шалып қалды. Түйе, қарапайым түйе, иесі сатып жібереді, анау 100 шақырым жердегі бір адам сатып алады. Бір айдан кейін сол түйе сол жерге қайтып келеді. Қараса ана түйені жақындатып түсіріп тұр, жаңағы камераға көзінен жасағып тұр да жаңағы түйенің. Ана айтып тұрған кісі де айтады, осы жерде туған дейді, туған осы қорасын көрсетіп тұр да, туған жер. Сонда туған жерге деген ананың махаббаты түйенің өзін 100 километр жерден ештемеге қаратпай әкеп тұр да. Тағы да көрсетіп жатыр бір жылқыны. Бір жылқыны сатып жерді, ол кәдімгі машинеге тиеп алып кеткен. Ал енді бірнеше айдан кейін сол жылқы үйіне кеп тұр ғой. Сонда қарасаң, ойлаймын, бұл енді отанға деген сүйіспеншілік, Құдай-ау, ана хайуанның өзі арқылы Құдай тағала бізге көрсетіп тұрған болса, біз саналы адамдар неге оны құрметтемеске? Солай ғой. Енді мен ойлаймын, бір жағынан жамағатқа бөліну. Құдай тағаланың алдына барған кезде енді бәрінің мақсаты біреу шығар, Алланың разылығына, құлшылығы лайық болып, жәннатқа кіру шығар. Мен ойлаймын да, жәннатқа бәрі сиятын шығар. Ол мұтқылым адам атадан бастап қияметке дейінгі соңғы туған балаға шейін жәннатқа кіргізіп жіберем десе, сыймай қалды, бір екеуі сыймай қалады деп айтпайтын шығар. Құдай тағала сондай кең жер. Ондай болса, ол сондай кең жер болатын болса, не үшін жамағатқа бөлінеді? Не үшін бөлінеді? Қазақта айтады, у ішсең руыңмен деген сөз бар да. Әрине. Шіркін-ай, мен бір жағынан ойлаймын, қазақтың қанына сіңген осындай бір қасиетті, керемет, ұлағат сөздер бар. Кезінде бізге айтып отыратын әке-шешеміз жаңағы айтқан сөзді, әй, у ішсең руыңмен деген, жалғыз жүріп жол тапқанша көппен жүріп адас деген сөздер айтылды мысалы. Осының бәріне қазір айтылмайды ғой. Айтылмайды. Біз кейде ойлаймыз, ата-ана баласын тәрбиелеу керек, баласына анан үлкен дүниені айтамыз да. Қарапайым отбасында осындай дүниелер айтылған болса, енді ертең ол жат діннің жетегінде кетіп қалудан, кім көрінгеннің, қазіргі айтайықшы, ол дін қана емес, қазір не бір алаяқтар бар, ақшасын алдап алып кетіпті, көлік алып берем деген, шетелге жұмысқа орналастырам деген. Біз дін жағын ғана көріп жатырмыз ғой енді. Бірақ жаңағының өзін қарасаң, қаншама алаяқтар бар. Тура сол сияқты көрінген жерде бір вирус болатыны белгілі. Мысалға дейікші, мен мына нәрсеге қарап таңғалдым. Тұз, кәдімгі тұз, бір мешок тұз, осы тұздың үстіне де бір құрттар пайда болғанын көрдім мен. Кәдімгі өрмекші сияқты, бірақ ұсақ сондай ақ аяқтары бар. Тұздың да құрты болады екен де, оның да микробы болады екен. Мен осыған қарап таңғалдым. Демек, ол діннің ішінде де сондай бір вирустар, микробтардың жүретіні белгілі қашанда. Оған қарап дінді жамандаудың ешқандай қажеті жоқ шығар. Солай ма? Әрине, өте орынды. Енді сіздің келіп бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Жалпы діннің ішіндегі бөлінушіліктен Құдай сақтасын, ел аман, жұрт тыныш болсын дейміз. Халыққа, өсер ұрпаққа бір ауыз жат діннің жетегіне кетіп қалудан сақтану жөнінде бір ауыз сөз айтам десеңіз. Рахмет. Жалпы елдігімізді, бейбітшілігімізді, қазіргі тыныштығымызды сақтаймыз десек, баянды болсын, мәңгілік болсын десек, бәріміз жұмыла бір ауыздан бір ел, бір жамағат, бір мазхабты ұстануға барша өскелең ұрпақты, қазақ елін шақырамыз. Міне, құрметті көрермен, барлығымыз бөлінбейік, бөлшектенбейік, бөлінсек әлбетте әлсірейміз. Дана халқымызда бекер айтпайды, бөлінгенді бөрі жейді деп. Олай болса, бөлінбей, елдің амандығын, жұрттың тыныштығын ойлайтын халық болуымызды Аллах тағала нәсіп етсін. Келер хабарымызда кездескенше аманшылықта болайық.